баланы сөйлемейінше отырғызуға болмайды деп естігем. Тілі шықпай қалады деп. Неге? Ол жаңағындай үрей, қорқыныш. Негізі мен өзім 2 жасымнан атқа міндім. 2 жасымда мен кішкентаймын, сөйлеу білмеймін. Атам марқұм Еділбек деген кісі алады да жабағы жоқ. Ағаларым шауып кетеді, мен құлап қалам, аттан түсіп қалам. Бірақ мінгім келеді, ағаларыммен бірге жүргім келеді. Ол кісі алады да аттың жабағының астынан жіп өткізеді де 2 аяғымды байлап тастайды. Сөйтіп қызық, ағаларым шауып кетеді, мен айналып түсем, астына жем жеп тұрған жабағы ғой, ол текті мал ғой, үйге қайтып келеді. Үйге шауып қайтып келе жатқан кезде қолым былай, ата өлдім деген бірінші сөзім шыққан екен. Ол да адамға көп байланысты. Атқа міну керек, қарамау керек. Неше жас алдыңызға өңгеріп алуға да болады, кішкентай бала болса, іштен етпейді.